Шаршадым. Мен жақсымын. Жақсымын. Жақсы жаңалық. Бос болма. Колледжге түсу емтиханына қабылдау туралы хат түсіп, қай мектептің мықты екендігі жазылған. Құттықтаймыз. Сізде осындай жақсы қыз туылды. Бірақ емтихан тапсырған адам елдегі бірінші нөмірлі Джин Даджин. Мен сені дұрыс естідім бе? О, мен мұны шынымен білдім және жағдайды жақсы жаққа өзгертемін. Мен мұны істемедім. Сіз бұл солай деп айтасыз. Кәнеулендегі менің ескіша отбасымның ата-бабаларын құттықтаймыз. Бұл оның қаншалықты жақсы екеніне байланысты. Мен оның кім екенін білемін және бұл туралы ойланамын. Йо, шынымен де, ол әдетте сыртқа шығады. Бұл оның әдеттегі уақыттағы қажырлы еңбегінің нәтижесі. Анашым, егер мен мұны тәнеу LinkedIn көрсем, мен өзімді өте жеңіл сезінемін. Ха-ха-ха-ха. Кішкентай бала, бұл алтын университет жылына кемінде $1 миллион төлейді. Біздің отбасымызда әлі ақша бар. Ақша туралы алаңдамаңыз. Егер сіз соншалықты перспективалы болсаңыз, тіпті әкеңіз кастрөлдерді сындырып, темір сатса да, ол сізге ақша табу үшін сізден бас тартып, оны ұстайды. Ей, үлкен аға, ден, ал бүгін колледжге түсу емтиханына қабылдау туралы хат төменде. Үлкен жиеніңіз алтын үлкенді мойындады. Ха-ха-ха, оқу ақысы дерлік бар. Ей, мен сен қалай ақша жоғалтасың дедім. Сондықтан мен келінімнің ауруына байланысты 5000 юан қарыз алып, 2 жылдан кейін 1 тиынын ғана қайтарып бердім. Әкем қарызға ақша алды. Ағаңның үйінде бірдеңе ыңғайсыз болып қалады. Ал әкем ше? Әйтпесе, мен оны әлі оқымаймын. Қандай ақымақтық айту керек? Ал емтиханда қалай оқымайсың? План жан, уайымдама, әкем ақша табудың жолын табады. Осылайша, сіз менің қазір осы құралмен жұмыс істеп жатқанымды білесіз. Егер сіз 2 адамның жұмысын өзіңіз жасасаңыз, онда мен бұл жалақыны 500-ге дейін көтеремін. Уайымдамаңыз, менде бәрі жақсы болады. Әкем мені алда не күтіп тұрғанымен айналысады. Уайымдама, мектеп басталар алдында әкем сіздің оқу ақыңызды шегеру керек. Рахмет. Әке, мұндай ауыр жұмысты істеме. Мен жеңіліп, оқуды қойдым. Бала шаршамайды. Сіз оқи алатын болсаңыз, бұл әкеге әсер етеді. Содан кейін көп жұмыс, сонымен қатар құндылықтар. Болашақта әкеңіздің алдында оқығыңыз келмейтін нәрселерді айтуға рұқсат етілмейді. Әке, уайымдамаңыз. Мен жақсы болған кезде мен перзент боламын. Мен сізге үлкен үй сатып алу үшін қалаға барамын. Мен өз бақытымнан ләззат алуға және жақсы қыз болуға барамын. Сіздің сөзіңізбен әкем бақытты болады. Ей, онда әкем сенімен бірге ләззат алуды күтіп отыр. Ха-ха-ха-ха. Ей, жарайды. Тамақ ішпе, жоқ па? Датсан, сенің қызыңмен қанша ақшаң бар? Дандан сыртта жұмыс істеу керек. Сенде қанша ақша бар? Сонымен қатар, Дандан да неке жасында. Мен оған махр ретінде, ал дәрігерге махр ретінде біраз ақша жинауым керек. Сіздің қызыңыз бүгін император қонақ үйінде үйленіп жатыр. Білмейсіз бе? Мүмкін емес. Ха-ха-ха-ха. Мен саған өтірік айталамын ба? Мен ол жақта тазалаушы болып жұмыс істеймін. Бұл менің өз көзіммен көргенім. Сіз оны қате оқыған болуыңыз керек. Мен Датсанның осындай ұсынысын көргім келеді. Ол колледжге түсіп, әкесіне айтпай-ақ үйленді. Мен қайдамын?
Көптеген үйленген адамдар, менің қызым, ол өте ақылды және оның жүрегін Сан Чунхуй марапаттайды. Біз ең ризашылығымызды білдіретіндер әрқашан ата-анамыз болады. Қалыңдықтың әкесіне айтары бар ма? Дандан бұл туралы маған алдын ала хабарлаған жоқ. Енді маған тосын сый жасағың келе ме? Көптеген жылдар бойы киелі рух, жанқиярлық махаббат менің өркендеуіме мүмкіндік берді. Сіз менімен бірге жүресіз және мені ересек жасқа дейін тәрбиелейсіз. Әке, сен менің өмірімнің махаббатысың. Уайымдамаңыз, мен болашақта жағдайды жақсы жаққа өзгерте аламын. Мен Данданның перзенті боламын. Және көптеген жылдар бойы қажырлы еңбегімді оған тұрарлық етемін. Ендеше, енді қалыңдықтың әкесі, профессор Чжа Хуйдені сахнаға шақырайық. Өз-өзіңді күт. Әйелі, сен бұл кісіні білесің? Ол біздің отбасымыздың алыс туысы. Ережесін түсінбеймін. Ол туралы бірер сөз айтайын. Мен саған ұят сезінуге рұқсат етемін бе? Мен әкеме хабарлағаннан бөрі жалғанды тапқым келеді. Өтінемін, оны әшкерелемеңіз. Мен күннің үйіне барғым келеді. Менің әкемнің еңбекші мигрант екенін біле тұра, ол міндетті түрде үйлену тойынан бас тартпайды. Әке, үйлену тойларында оқу беліңді түзеп, ақша табу. Сіз қалай осылай болдыңыз? Мен сізден өтінемін. Мен бұл ашы сезімді бұрын соңды ашқым келмейді. Мен қазір нық тұрмын. Мен сенен келіп, ләззат алуымды сұрауым керек. Лу Фан қайдан шыққан? Қайта бару ұят. Мен тіпті костюм кимеймін. Түсінбейсің бе? Ол жай ғана ысқылап, ішіп жатыр. Қарашы, оның қаншалықты лас екенін. Мүмкін мен бұл тізімнен қатты ұялатын шығармын. Ол мені танымайды. Кешірім сұрады. Күте тұрыңыз. Сіздің бейшара туыстарыңыз этикетті соншалықты білмейтін қайда? Анашым, ол менің алыс туыстарым. Жолда тамақ ішіп отыр. Жоқ, қазір шық. Менің ұлым жаңа ғана қайта пайдаланылып, менеджер лауазымына көтерілді, ал Цин мырза да үйлену тойына келеді. Мен бұл өлмес қарттың ата-анасына беру үшін Цин Шенмен соқтығысқанын қаламаймын. Мен оның мейрамханада тамақтануын ұйымдастырдым. Ол VIP пен соқтығыспайтыны сөзсіз. Ұмыт, керек емес, керек емес. Егер сенің өз көзіммен тұрмысқа шыққаныңды көрсем, көңілім толады. Сізге бақыт тілеймін. Асығыңыз, жүргізуші рәсімге дайындалуы керек. Мен қанша қиналсам да, оған тұрарлық. Уайымдамаңыз, мен күткеннен кейін мұны істей алмаймын. Мен үлкен, бірақ кішкентай үйлер сатып аламын. Жұмыртқа. Менің болмысым мені ұятқа қалдырады деп ойлайтындықтан. Бұдан былай мен енді ешқашан сіздің алдыңызға шықпаймын. Әрекет сіздің некеңізді құрметтейді. Жоғарыда айтылғандай, бұл жолы біз сіздің Құдай әкеңізден шынымен де жаңалық ала аламыз. Жарайды, бұл жолы мені ренжітпейсің деп үміттенемін.
Әке қарашы, солай ма? Мен Цинцинмін. Сіз мені 20 жыл бұрын құтқардыңыз. Бала мұны істей алмайды. Сондықтан оны тез арада ауруханаға жіберуге тура келеді. Иә. Науқаста шамадан тыс қан жоғалту бар, және шұғыл хирургиялық араласуды қажет етеді. Бухгалтерлік есеп және төлем. Жақсы аға, бәрі жақсы. Не істей алады? Сізде ақша бар ма? Кел, жақсы қыз. Сенің ата-анаңның байланыс ақпараты бар. Ағаң жоқ, менің әкем жоқ. Бірақ сен менің әкем бола аласың ба? Ағайдың қызы бар, жарайды. Тез сауығып кетсең, мен сенің құдаң боламын. Жарай ма? Өкіл әке, менің атым Джин апа. Мен өзімді өте жақсы ұстадым. Сәлем. Өкіл әке, Цзин өте үлкен болып өсті. Өкіл әке, ол мені құтқарғаннан кейін кетіп қалды, және байланыс ақпаратын қалдырмады. Кейінірек мен отбасыма осы айда үйге оралғаннан кейін сені іздеп жүргенімді айттым. Ақыры бүгін тағы кездесуіме рұқсат етіңіз. Мен сенмін. Мұндай киімдерді кірлеме, мүлде кірлеме. Осыншама жылдар бойы азап шеккеннен кейін, президент, біз әлі күнге дейін Сун Цзинге сіздің үйлену тойыңызға қатысып жатырмыз ба? Жоқ. Мен бәрін тапқан болуым керек. Мен дәл қазір үйге қайттым. Балам, сағат 6 болды. Неге сенің президентің әлі келмеді? Сен әрқашан келе алмайды ма? Сенің бас хатшысының өзі маған сенің уақытша бірдеңе келмейтінін айтты. Мырза, сенің адамдары көп, сондықтан ол көмектесе алмайды. Айтпақшы, сіздің алыс туысыңыз дәл қазір еңбекші мигрант болған. Солай ма? Иә, ол құрылыс алаңында жұмыс істеп, оны безендірмеген. Бұл мен сізге сатып алған үйлену бөлмесі болды. Және әлі күнге дейін жөнделмеген кейбір бөлшектер бар. Оны қандайда бір жұмысқа шақырған дұрыс па? Анашым, уайымдамаңыз. Маған осындай ұсақ түйек нәрселерді қалдырыңыз. Сәлеметсіз бе, жақсы қария Цинчжоу? Жақсы әке, бұл Фанг апа, үй қызметкері. Егер оған айтар сөзің болса, Фанг апа, ескі қожайынға айтшы. Егер сенің шаруаң болса. Айтпақшы, қарт ұстаз. Мырза, сен бізге жолда әлі де бос бөлме бар екенін жиі еске салады. Ол сізге арнайы бөлінген. Бар, кеттік, қарап көрейік. Жүр, кемпір, мына төсек жасап көр. Саған әлі ұнай ма? Менің киімім тым кір, төсекке дақ түсірме. Мына төсекті жина, мынау ұйықтауға арналған. Егер сіз лас болсаңыз, жаңа пижамаңызды жууға болады. Мен оны сатып алуға біреуді жібердім. Ол біраз уақыттан кейін осы төсекке жеткізіледі. Өзіңді қалай сезініп тұрсың? Әпке, сен маған неге сонша мейірімдісің? Мен сені әрқашан құда деп атасам да, бала кезімнен биологиялық әкем болған емес. Мен де сені биологиялық әкем деп санаймын. Сондықтан мен қазір өз әкем болмауым керек пе? Әпке, мен сізге міндетті түрде өз қызым сияқты қараймын. Мырза, Цин, менің тамағым дайын. Тамақ ішейік, кеттік. Сәлем. Әке, менің 2 күнім. Енді осы 2 күнде келуге уақыт бөлуге болады. Мен бұл уақытты пайдаланбадым. Енді мен пайдалымын. Сенің әкең келді деп ойлайсың. Әкемнің де өзін өзі бағалауы бар. Әкем бармайды. Әке,
мен сенің әлі де ашуланғаныңды білемін. Бірақ сен маған мұқият болуың керек. Мен ауылдан келдім. Оларға барлық жерде тәртіпсіздіктер жасағаннан кейін сан отбасына үйлену қиын болды. Егер сен маған көмектеспесең, маған ешкім көмектеспейді. Болашақта өз орнымды тапқан кезде мен сізге міндетті түрде перзент боламын деп уәде беремін. Бұл төменгі үрлеуші, сіз оған кінәлісіз. Сен менімен қашаннан бері жүрсің? Автокөлік компаниясы қанша жоғалтады? Білгір, сен жүр, мен бірінші барамын. Бұл туралы тағы бірнеше күн айта алмаймын. Ден, маған кішкене нәрсе беріңіз. Мен оған онымен күресуге көмектесемін. Сонда мен сені жіберемін. Балалар, сіз оны жақын арада жіберуге тым бос емессіз. Егер бұл сіздің безендіру деңгейіңізге байланысты болса, мен сіз сияқты лас және иісі төмен адамды біздің үйге кіргізбеймін. Қолдарыңыз сондай лас. Оларды жумасаңыз ашуланбаңыз. Оған шыдаңыз. Оны таза жуғаныңыз жақсы. Бұл өте көп. Тек қолыңызға қараңыз. Жарықтар балшыққа толы. Бұл жарықтар менің құрылыс алаңында цементті жылжытуымнан көптеген жылдар бойы қалды. Бірде қызым мені емдеу үшін әлемдегі ең жақсы жақпа сатып алуымды айтты. Қызың қазір қайда? Соңғы бірнеше күнде сіз біздің үйде тұрасыз. Мұнда кереует бар. Оны өзіңіз көре аласыз. Айтпақшы, безендіруден басқа ешкімнің шығуына рұқсат етілмейді. Дәретханаға бару үшін сырттағы қоғамдық дәретханаға өзіңіз барыңыз. Түсінесің бе? Егер сіз лас болсаңыз, онда бұл отбасы онымен айналысады. Құда-құдағи басқаларға арналған. Ал егер сіз лас болсаңыз, сізді жууға болады. Егер бұл сен болсаң, неге маған бұлай істейсің? Доптар, енді саған әкемнің қажеті жоқ. Әкем жылдар бойы жинаған ақшасының барлығын жалақыға айырбастап, саған қалдырды. Үйге кел. Чанды іздеп жүріп, менің үстелімдегі 20 000 юанның ақшасы таусылғанын көрдіңіз бе? Иә, мен жаңа ғана ақшаны алып шықтым. Оны ұрламау керек пе? Сен, маған не қарап тұрсың? Мен ақшаны көрмедім. Соңғы 2 күнде олардың біреуі үйде болды. Сіз лас аяқты ауыл тұрғынысыз, сіз кімсіз? Мен сізге ескертемін. Ақшаны тез тапсырыңыз. Мен кедей болсам да, мен кедеймін. Сізде кедейлердің қадір қасиеті бар. Мен қаншалықты кедей болсам да, мен басқа адамдардың ақшасын алмаймын. Маған сенбесеңіз, ақшаны қазір тапсырсаңыз, анам сізді жауапқа тартпайды. Ол маған сенбейді. Сен де сенбейсің. Неге мен оған ұмтылмауым керек? Сізге айтайын. Егер мен бүгін дәлел тапсам, мен сізді қолы мен аяғы таза емес ұрыны апельсинге жіберуім керек. Ол тым лас. Сені тауып аласың ба? Мен мұны өзім жасай аламын ба? Сіз іздеуге барасыз. Сонымен қатар іздеу сіздің кінәсіздігіңізді дәлелдеуге арналған. Егер сіз шынымен ақша ұрламаған болсаңыз, өзіңізден сұраңыз. Сіз менікі деп айтасыз, немесе оның жоғалып кеткенін
немесе сіздің денеңізде жоқ екенін көресіз. Мүмкін оны басқа жерге жасырыңыз. Менің заттарыма қол тигізбеңіз. Ей, сен не істеп жатырсың? Сіз не ұрламадыңыз деп айтасыз? Маған ақшаны қайтарыңыз. Бұл мен сенімен бірге дайындаған махр. Жүргізуші куәлігіңізді банк картаңызға салып, мені өзіңізбен бірге алып кетесіз. Енді сіз жасай алмайсыз. Ренжімеңіз. Еңбекші мигранттың осыншама ақшасы қалай болуы мүмкін? Мен еңбекші мигрантпын. Сондықтан құрылыс алаңындағы ақша жылдар бойы қысқартылды. Мен ағын суды ішемін, ал қарным ашқанда буға пісірілген тоқаштарға әр цент жинаймын. Менің қызым сағат 3-те үйіне оралмады. Сондықтан мен 3 жыл бойы қызымның қанжығасын сақтап қалу үшін ақша жинадым. Анам оны әлі де жіберді. Қандай ақымақтық. Мына ақшаны ұрлауға батылы бар. Мүмкін басқа нәрсені ұрла. Ол шынымен де сенің алыс туысың. Неліктен екеуіңнің араларыңда осындай тығыз ынтымақтастық бар? Мен сені ренжіткен жоқпын. Менің ескі жа әулетімнің ата-бабаларының көкте рухтары бар. Мұндай ауыр жұмыс жасамаңыз. Мен оны оқымаймын. Бала, мен шаршамадым. Перзенттік тақуалық. Мен саған үлкен үй сатып аламын. Сен барып рахаттан аласың. Ха-ха-ха. Жарайды. Ар ұжданың әлі болса, айтшы, менің сенімен қарым қатынасым қандай? Айтқаныңды менен жасырып тұрсың. Бұл сіз үшін не маңызды? Кедей және қышқыл еңбекші мигрант. Егер біз өзімізді бір-бірімізге ұқсамасақ та, бірақ сіздің шындыққа жанаспайтын болмысыңыздағы алшақтық, егер олай етпесеңіз, сіз бірінші болып әрекет етесіз. Ал егер бұл менің анамды бақытсыз етсе ше? Жарайды. Мен сенің не айтқың келетінін түсіндім бе? Содан бері олар қанмен байланысты емес. Жан серігіңді жаса, мен фермерлер болған кезде. Жада, сен мұны баяғыда істеуің керек еді. Осындай кедей туыстардың болуы сіздің бағаңызды немереміздің отбасына ғана төмендетеді. Анамның айтқаны, уайымдама, мен одан бірден құтыламын. Сосын саған жаңа әшекей тауып беремін. Сен не істеп жатырсың? Мүмкін сіз ақшаны да ұрлаған шығарсыз. Қаласаңыз. Анамның сен барасың дегенін естімедің. Анашым, сіз үстелге 20 000 юан қоясыз. Егер сіз оның күйеуіне картаны қойсаңыз, ақша сіздікі. Мен біреуден қоңырау шалып, менің қалауымды сипаттауын сұраймын. Егер сізге ұнаса, біздің отбасымыз гүлденеді. Сонымен, сіздің сұрағыңызға не болды? Ол өзінің құдасын тапты деп айтылады. Егер біз оның құдасынан бастасақ, және оған ұнайтын болсақ, біз Чен мырзаның ықыласына ие бола аламыз. Балам, сенің жұмысыңмен толықтай ынтымақтасатынымызға сенімдісің. Ертең әйелдеріміздің көңілінен шығамыз. Мен мұны тез жасаймын. Содан кейін алдымен барамын. Кейін, ашуланбаңыз ба? Жылы, менің ұлым бизнес жүргізу үшін ақша алады. Бірақ біз оны дұрыс түсінбедік пе? Бұл 20 000 юан. Неге біз оны қайтармаймыз? Оны дұрыс түсінбеудің несі жаман? Бұл жолы ол оны ұрламағаны, оны бұрын ұрламағанын білдірмейді. Жоба жасау үшін, менімен бірге сұлулық салонына бару үшін 20 000 юан ше. Анаңды тыңдап отырсың. Анашым, егер сіздің ақшаңыз жеткіліксіз болса, мен сізге біразын аударамын. Ол біздің отбасымыздағы қыздың туысы. Мен кедей мигрант емеспін. Бұрын бізде аздап шыдамдылық болса да,
мен шындыққа сәйкес келмейтін сәйкестіктегі алшақтықты толық түсіндім. Егер сені тағы ұрмасаң, мені мазалай бересің, анамды бақытсыз етесің. Мен не істеуім керек? Компанияның бұған еш қатысы жоқ. Мен сені енді ешқашан қумаймын. Мүмкін болса, ақшаны да ұрлаған шығарсыз. Мұнда не істеп жүрсің? Сен емессің, сен кімсің? Бұл жерде саған тамақ ұрла деп айтқан мен емес. Мен, олар тамақтанып болған соң, осында келіп, кетіп қалдым. Сенің қашан келгенің маған бәрібір. Бұл нәрсе сенікі ме? Сіз жай ғана жейсіз. Бұл біздің үй. Біздің тамағымызды жегеніңіз үшін ақы төлеуіңіз керек пе? Мен сізден бір тостаған кеспеу үшін 10 юан алмаймын. Кешіріңіз. Менде шынымен ақша жоқ. Мен 10 юан төлей алмаймын. Мен ақымақ емес едім. Маған сенетінімді білесің бе? Неге мен сенің қарызыңды өтеу үшін қандай да бір жұмыс жасамаймын? Қызым менің барлық ақшамды алды. Сонда сенің қызың шынымен де перзент, оған 10 юан қалдыру керек. Бұл біраз уақытқа ыдыс-аяқ мені қайтарады. Тоқта. Сіз Данданға бармадыңыз ба? Көшеде қалай өмір сүруге болады? Мұндай нәрсе бар ма? Біреу сені қорлап жатыр ма? Айтыңызшы, егер сіз маған кімнің батылдығы бар екенін айтсаңыз, мен сізден оның Бейжіңдегі отбасын құртуына жол беруіңізді сұраймын. Сіз Деннің әйелі бола аласыз ба? Қорқыту жоқ па? Мен өзім филилияға жатпайтындарды шақырған жоқпын. Сізге не болса да, бірақ қазір менімен бірге, мен оны міндетті түрде ұнатамын. Мен үйге жаяу барып, төмен түсуді бұйырдым. Мен бірден дайын болдым. Бұл сәл көбірек десерт, бірақ одан да көп. О, бұл тым көп. Мен онша көп жей алмаймын. Сіз өте қымбатсыз, солай ма? Қымбат емес, немесе қымбат емес. Егер сіз тамақтануға қуанышты болсаңыз, қанша ақша жұмсамасаңыз да, сіз баяу тамақтанғанды ұнатасыз. Мен дәмді емес едім. Ал, менің еңбекші мигрантым. Маған жас келіншек керек. Мен саған перзент боламын. Керемет. Президент, жақында менеджер Сан компаниядан сіз туралы сұрады. Бұл кішкентай нәрсені кейінірек жасаудың қажеті жоқ па? Сондай ақ, мен Сун Хаоның жаңа әйелі сенің құдаңның қызы екенін білдім. Компанияны табыңыз. Өкіл әке үшін оған нантияндық жобаны қалдырыңыз және оны бұзбауды ұмытпаңыз. Аяқтағаннан кейін,
мен олар жақсы өмір сүреді және менің құдағиыма жақсы қарайды деп үміттеніп, оны қайтадан жоғарылатамын. Анашым, анашым, соңғы рет жіберген ақшаңыз өте пайдалы. Ол мені жеке байқап, қаланың оңтүстігінде бұзу тапсырмасын жіберді. Әлі де семіз бейбақ. О, менің баламның болашағы зор. Әй, бұл қаланың оңтүстігіндегі әйеліңнің туған қаласы емес пе? Иә, бірақ мен көптен бері оралмадым. Жолда емес, уақыты келгенде сен екеуміз қайтып оралып, бірге ақша табамыз. Мүмкін бәрі жақсы болады. Бұл мен үшін ештеңе емес, бірақ менің ұлым аздап көмектесе алады. Саған тұрмысқа шығудың не керегі бар? Мен кешігіп қаламын. Өкіл әке тағы 2 күн тұра алмайды. Мен сенің құдаңның ауруханадан шыққанына шынымен шыдай алмаймын. Енді қайтатын кез келді. Сонымен қатар, құда әкесі қартайып барады. Сондықтан туған жерінде әдетке айналған дұрыс. Олай болса, жолдағы қауіпсіздікке назар аударыңыз. Ей, жақсы көр, баяула. Бұл қайтып келе жатқан колледж студентінің әкесі емес пе? Бүгін неге ерте оралдыңыз? Бұл колледж студентінің қызы үшін болуы мүмкін бе? Ол сізді зейнеткер деп санайды ма? Гуанмин, шық, кім қайтып келгенін көр. Датсан қайтып келді. Ха-ха-ха, сен бүгін онымен қайтып келдің бе? Бірақ бұл жұмыста бос емес, және қайтып оралуға уақытыңыз жоқ па? Ха-ха, жұмыста кім бос емес? Жұмыста қанша бос емес болсаңыз да, 3 жылда 1 рет үйге оралмайсыз. Ұшып кетпей, кейін қайтып келмейсіз бе деп қорқамын. Мен кіремін. Гуомин, жақсы бауырыңа қарашы. Олардың өкпе түтіктері бар. Ол мені итеріп жіберді. Ол кезде мен саған несие берген жоқпын. Кішкентай қыз сөйледі. Ол мені құрметтеу керек. Менің ойымша, ол сенің әкеңмен келіскісі де келмейді. Сен үндеме, мен саған айтамын. Қызым, қанша жаман болса да, сенен гөрі бұл тек ауру ұл күшті болып туылады. Неліктен Лао Цзының ұлы, үлкен ұлы әр жаңа жыл мерекесінде мені көруге қайтып келеді деп айтасыз. Сондықтан мен өлгенде қызыңызды қабілетті етіп көрудің не қажеті бар? Қызыңыздың сізді көруге қайтып келуіне мүмкіндік беретін қабілетіңіз бар ма? Менің қызымның қайтып келе жатқанын қараңыз. Бар, күйеу, мен бұл қиратуды түсінбеймін. Мен сені мұнда күтпеймін, жарай ма? Бос сөз айтуды доғар. Егер сен алға шықпасаң, мен сені неге осында шақырдым? Бастық, неге бүгін қайтып келуге еркінсің? Мені көруге әдейі келді. Сізге мұндай ескі нәрсені көруге кім келеді? Біздің компания оны бөлшектегісі келеді. Алдандан екеуміз келіп, оны бөлшектейміз. Бұзылғаннан кейін біз қайда тұрамыз? Дандан, мен сенің уәде бергеніңді білдім. Егер сіз мұнда қиратсаңыз, біздің отбасымызға көбірек ақша бере аласыз ба? Бұл туыстарды нақты бұзу қайын атамның компаниясының саясатына байланысты. Біз бәріміз отбасымыз, сондықтан одан қашпаңыз. Мұның бәрі күйеу баламызға байланысты емес пе? Иә, біздің отбасымыз сізге көп көмектесті. Бірақ мен сіздің әкеңіздің мұны білетінін білмеймін. Солай ма? Ол, сенің аяғың сенің әкең, ал сенің аяғың сенің әкең. Күйеу сіз ойлаған ескі нәрсе емес, сіз Данданның әкесісіз. Тек қызыңыз сізбен кездесуге қайтып келеді деп мақтану үшін. Қызың далаға шығып, сені әке ретінде мүлде танымайтын болып шықты. Үндеме, күйеу, мен мұны сенен жасырғым келмеді. Мен де сен мені енді сүймейсің бе деп қорықтым. Сондықтан сенің отбасыңда сондай ұят әкең бар екенін білдім. Мен саған үйленбеймін. Ажырасу, қайтқанда ажырасамыз. Күйеу, өтінемін. Менімен ажыраспауыңызды өтінемін. Жарай ма? Одан жалынба, мен де сені тәрбиелеп өсірдім. Бұл қалайша омыртқасыз болуы мүмкін. Сен не білесің? Мен бақыттымын деп ойлайсың ба? Иә, мұндай кедей отбасы. Сенің өміріңнің соңына дейін менсіз басқа жаққа бұрылуға мүмкіндігің жоқ. Мен қалаған нәрсеге ұмтылып, өмірімді өзгерту дұрыс емес пе?
сен шынымен солай ойлайсың. Күйеу, мен сендіре аламын. Бұдан былай мен онымен әке мен қыздың қарым-қатынасын үземін. Сіз маған сенесіз. Мен онымен әке мен қыздың қарым-қатынасын үземін. Ал әке мен қыздың қарым-қатынасын үземін. Мен күйеуім туралы ойладым. Ол менің әкем. Сондықтан бұл бұзу ақшасы әрине менікі. Уақыты келгенде бар ақшамды саған тапсырамын. Кешіресің бе? Олай болса, сіз тауықтарды өлтіру үшін уақытында бұзуды өзіңіз басқарасыз. Осы тұрғыдан алғанда, бұл ескі үй менің жалғыз ойым. Егер сіз оны бұзып тастасаңыз, менің Цаудунда тұратын жерім жоқ. Оны киюге рұқсат етіңіз. Мен өкіл әкенің жағдайын білмеймін. Мүмкін қария қаладағы өмірді ұнатпайтын шығар, және ауылдың еркін екенін сезетін шығар. Бірақ мен оны қорлап, өмірі нашар болады деп қорқамын. Бұл туралы не деуге болады? Президент, біз ауылдағы қарттың үйін саяжайға айналдырдық. Бұл жағдайда ол жайлы өмір сүреді, және сізге дәрігерге қаралу ыңғайлы болады. Жақсы идея, бірден көліктен түс, ал қазір бара алмайсың. Мұнда не істеп жүрсің? Сіз бұл туындының бұзылуына жеке төрағалық еткіңіз келмейді ме? Жарайды. Бұзу бригадасы, қараңдаршы, менің алдымдағы үй маған тікелей итерілді. Ұмытыңыз, сіз мұнда әйеліңізбен бірге өстіңіз. Онда біздің отбасымыз туралы естеліктер бар. Неге оны құлатуға дайынсың? Өзіңіз айтқандай, мен есейдім. Есейгенде оны оятамын. Мен сені тастап кеткенім дұрыс болар. Сондықтан менің ескі ісім де сенің тастап кетуіңнің бір бөлігі. Жоқ, оны қатты ренжітпеңіз. Әке, өтінемін. Әке, үйді алуға рұқсат етіңіз. Тағдырыңызды күтіңіз. Болма, бөлшектеме, тоқтама, бөлшектеме, өтінемін. Тоқта, менің шұлықтарымды тоқтат. Бөлшектеме немесе жоқ. Ақшаны бөлшектеу үшін менімен бірге жүресің, және тоқта. Қажет емес. Тоқтаудан қорықпаңыз. Мен өз тағдырымды қабылдаймын. Өтінемін. Сен қартайдың. Неге бұл үй менікі? Мен оны алдын ала алып тастауды жөн көрдім. Біреу оны тартып алды. Жоқ. Тоқтамаңыз. Тоқтаңыз. Не істеп жатырсыз? Сен не істеп жатырсың? Маған бермейсің бе? Мен оны көрдім. Оны бұзғым келеді. Өтінемін. Цухуа тоқтады. Цин бауырым, Цин мырза ұйымдастырған тапсырма орындалды. Ол қалай? Адамдар әлі де ынтымақтасады, және біз Цин мырзаның үмітін ақтамайтынымыз сөзсіз. Адамдар өте жақсы формада. Біз бірінші қадамды жасап жатырмыз. Жарайды. Цин мырзаның түсіндірмесін есте сақтаңыз, және көпшіліктің ашуын туғызбау үшін тез келіп қарсы тұрыңыз. Жарайды. Бастық, мына Датсан айтты. Егер оның келісім шартқа отырғанын қаласаң, аздап жалғыз қалуың керек. Не істей аласың? Осы аптада Датсан перзенттік тақуалық туралы көбірек айтады. Егер сіз оны негізгі ойларымен қорқытсаңыз, бұл дұрыс болмас еді. Оның қожайыны да менің ата-бабамның бейіті. Аз жұмсап, көп өлу маңызды. Бұл жақсы идея. Уақыты келгенде сіздің үйіңіз бұзылып, сізге тағы 100 мыңға беріледі. Айналаңда жүр. Мен саған жолды өзім көрсетемін. Дұрыс. Бұл біздің ескі Чжоудың сенімі. Сіз мұны енді жасай алмайсыз. Тоқта, сен не істеп жатырсың? Сіз өзіңіздің ата-бабаларыңыздың қабірін қазу үшін бөгде адамдарды алып кетесіз бе? Сіз әлі де адамсыз ба? Әке, аға, олар дұрыс айтады. Өлгендердің арасында тірі адамдар жоқ. Бірақ біздің Чжа әулетінің ата-бабалары осы қабірге жерленген. Өтінемін, оларды жіберіңіз.
оны жібер. Мен неге сонша ренжідім? Жоқ, мен жылдам жүріп, құдағиымды ерте көруім керек. Әке, мен сізге бұзуға келісу туралы бастама көтеруге кеңес беремін. Әйтпесе мен оған көмектесе алмаймын. Әйелім неден қорқады? Соңғысын жыртып, шыншыл болыңыз. Содан кейін оны менен қазып алыңыз. Мистер Сан, мына қария мұнда тосқауыл қойып жатыр. Мына кеме төмен түсіп жатыр. Адамдардан басқа не істейсің? Бұл ескі нәрсе тым қатты толқып кетті. Ол осы уақытқа дейін өліп, жарақат алады. Ал кеңсе соқыр әні айтуға батылы бармайды. Әйтпесе мен оны қайтадан жаттықтырамын. Өйткені мен оның қызымын. Иә, сен оның қызысың. Ол қайтыс болса да, ренжісе де, сіз тараптар өзара түсіністік туралы хатқа қол қойған кезде, сіз желіде емессіз бе? Бұл ескі нәрсені естігісі келмейді. Естігісі келмейді. Менікі не? Мен үшін үрле, маған бер. Мен кетемін, әлі кетпеймін. Мен кеттім. Бұл ол. Менің құдағиымды қорқытып, өз ісіммен айналысуға кім батылы барады? Сенсеңіз де, сенбесеңіз де, мен сізді басқаларға жауапты болу үшін бұрынғы өмір тобының менеджері Сун Хауға қайта жіберемін бе? Қария Сун Хау, сен менің жаңалықтарымды сұрайсың. Әйтпесе, егер сен сондай әдемі болып көрінсең, мен саған неге қаншық бермеймін? Бірде-бір әйел мені ұруға батылы бармайды. Чан Цзицан сенің құдағиың ғой, солай ма? Қаншық, кім келе жатқанын көру үшін, мен саған қазір түс беремін. Ей, сен не істеп жатырсың? Мен қарттың көзінше оның бәйбішесінің киімін шешіп алдым. Ей, сенімен бәрі жақсы ма? Жарайды, қозғалуға дәтің бар ма? Менің кім екенімді білесің бе? Мен кіммін? Мен сенің 3 күннен кейін іздейтініңді және менің кек алуымнан, еңбекші мигранттың құдай қызының кек алуынан қорықпайтыныңды ғана білемін. Айтыңызшы, сіздің денеңіз маған не айтып жатыр? Өтінемін. Егер маған айтар сөзіңіз болса, қызыма тиіспеңіз. Команда адамы, менің сізге деген тәрбием үшін сіз көп жылдар бойы көмектестіңіз. Тыныш бол. Болашақта сені ешқашан қумайтыныма кепілдік бермеймін. Бүгінгі өмірді осылай құрту мүмкін емес. Ол сен үшін менен маңыздырақ. Қарғыс атсын, қария, қызыңа да мән бермейсің. Сіз оған жалбарындыңыз, мен сізге айттым. Ол тек әйелін тыңдады деп айыптады. Сен барасың. Чаден мені шынымен ренжітті. Сенің таза қыз болуға лайық екенің сенің шаруаң емес. Сөйлеуді доғар, оны ренжітпе. Уайымдамаңыз, олар мені қорламайды. Төсекке қалай қарау керек деп уайымдап, ол неге сонша әдемі? Ал жаман қариеше сізді қанағаттандыра ала ма? Аузыңды жап. Осы уақытқа дейін мен саған оның қасына келгенде тізерлеп отыруға рұқсат ет. Сонда сен бақытты болуға лайықсың, солай ма? Неге біреу аң-таң емес? Сен не істеп жатырсың? Не істеп жатырсың? Жақсы. Хуайуан тобы нақты анықталған. Бұзу емес. Номиналға сәйкес келуі керек. Егер сіз халықты күштеп құлату үшін өз күшіңізді асыра пайдалансаңыз, Хуавей тобы сіздің лаоцыңызды ашады деп қорықпайсыз. Жоғарыдағы адам Ву мырза, бірақ Ву мырза Цен мырзаның қасындағы атақты адам. Сізге айтайын, бұл сіздің Бейжіңде не істеп жатқаныңызға байланысты. Мен сіздің қаншалықты жақсы екенімді айтуға батылы барғаныңызды көрмеймін бе? Ол үшін мен де сенің күш-қуатыңның дәмін татқаныңды қалаймын. Келіңіздер, адамдар. Мен оны ұстап тұрып, сіз қаражатты тез аудармайсыз, мені жіберіңіз, деймін. Ескі нәрсе, менің тағдырым әлі де көп. Құдағиым, әйелім, мен қызым, менің артымдағы сөмкеде. Шоу тіледі, мен саған мүмкіндік бердім. Құдағиымнан кешірім сұра, мен де сені жіберуге мүмкіндік алдым. Ха-ха-ха. Онда сен мені жібердің. Мен жеткенде мен де сені өлтіруім керек. Мен барайын ба?
Ей, мен саған 3 минут уақыт беріп, бірден осында жетемін. Бітті, өтінемін. Барыңыз. Фанлу, асығыңыз да, Мериді қаланың оңтүстігінде қуыңыз, үйді ашып, кем дегенде 5 адамға өтірік айта аласыз ба? Мен тынышпын, бұл ол. Шатастырмаңыз, кішкене ашы, маған мұндай байыптылық ұнайды. Сіз төсекте жатырсыз деп үміттенемін, мен барамын. Сіз оны жібердіңіз, сіз. Әй, бұл сен, хайуан, неге маған шабуыл жасайсың? Мен сізге ескертемін, өзімшіл болмаңыз, маған сенуге батылыңыз бар ма? Мен отырғанда, тоқта, бәрі батыл болады. Сен мырза бұзуға жол бермеу туралы бұйрық берген жоқ па? Сіз бір сөз естімейсіз бе? Сіз өзіңізге ашуланасыз. Ву мырза, бұзылатын үй басқа біреудің үйі емес, менің жеке үйім. Мен келістім. Мен келіспеймін. Бұла, сен де өз үлесіңмен сөйлесесің бе? Тыныш, сенімен бәрі жақсы ма? Өкінішке орай, бұл сіз тапсырған адам. Кешіріңіз. Қария, мен тәртіпке қатал емеспін. Күмән тобының атынан мен сізден кешірім сұраймын, және сіздің барлық өтініштеріңізбен келісемін. Менің үйімді бұзуға болмайды ма? Әрине, егер кімде кім болашақта бұған шыдауға батылы барса, олар менің қытайлық тобымның жауы болатынын хабарлау үшін келдім. Бұл ғана емес. Мен Сун Хао мен Чаданның тізе бүгіп, құдағиымнан жеке кешірім сұрағанын қалаймын. Неге? Мен президент Циннің хатшысы болғандықтан. Сіз оған ақшаны қайтарғыңыз келеме? Сіз оның бұйрығына бағынбауға батылсыз. Мен бірден кешірім сұраймын. Кешіріңіз, мен қателестім. Мен сізге тізе бүгіп, домалаңыз дедім. Кешіріңіз, мен қателестім. Өкіл әке, қорықпа, Ву мырзамен бірге олар бізді қорқытуға батылы бармайды. Сіз оны қалай жазалағыңыз келеді? Бұл туралы бүгін ұмытыңыз. Болашақта менің бұл қызым болмайды. Әке, мені жібер. Әкеңнің бәйбішесінің кім екені кім? Неге қоңырау шалу керек? Мистер, Ву мұнда келе алмайды. Оның кім екеніне қарамастан, Ву мырзадан төраға, Цин мырза деп сұрай алатын жалғыз адам. Ол жалғыз Цин мырза бола алмайды. Солай ма? Иә, мырза, Цин абыройлы болу керек. Ондай қаншық болу мүлде мүмкін емес. Егер ол бүгін болмаса, бұл қиратуда көбелектер көп болмас еді. Бізді қорлағаны үшін әлгі қаншықты кінәлі. Цин мырзаның жолын ұста, мен оны өлтіруім керек. Жалғастыруды айт. Ертең әкелер күні. Мен бұл дүниеде оның кім екенін жариялау үшін тез арада кездесу өткіземін. Сондықтан ертеңнен кейін ешкім сені қорлауға батылы бармайды. Құда, мен сені жаңа киім алуға апарайын. Сіздің денеңіздің қартайғанын көресіз. О, менің саған үнсіз айтқанымды қаласаң, ақшаны босқа жұмсама. Өкіл әке осы жаста, қалағаныңды кие аласың. Жоқ, келіспесең маған бәрібір. Тек маған төмен қарайсың. Мен мұңайып тұрмын. Тағы да қайталайсың. Ертең туған күн банкеті. Менде қанша жаңа киім бар? О, сен балақай, сенімен ештеңе істей алмайсың. Бұл сіздің әпкеңіздің қымбат киімдерін пайдалануы мүмкін. Сіз оларды кие алмайсыз ба деп қорқамын. Сіз бұл туралы алаңдамаңыз. Бұл сауда орталығы сізге ұнағанша менікі. Сәлеметсіз бе? Ханымдар мен мырзалар, мен сіз үшін не істей аламын? Мен Коидзуми дедім. Қалайсың? Мұнда не істеп жүрсің? Мен сенмін. Сен мұнда не істеп жүрсің? Бүгін әкеңмен телефон арқылы сөйлескеніңді айттың ба? Сіз осында жұмыс істейсіз. Өтінемін. Бұл менің үлкен ағам Ча Цюан.
бұл менмін. Менің құдағиым Цин Шау осында. Салыстырмалы пан жақсы. Кет бұл жерден. Сен мен үшін жасайсың. Басқа қонақтар бұл туралы қалай айтады? Бұл мені киім алуға апарғысы келетін құдайым. Мынаны сынап көрмекші. Бұл костюм қанша тұратынын білесіз бе? Сіз $100,000 төлей аласыз ба? Сен сондайсың. Қонақтарыңызға осылай қарайсыз. Бұл ханымды мүмкіндігі болған жағдайда ғана клиент деп атауға болады. Ол топыраққа тас жыртып, өмір бойы еңбек етіп келе жатқан ауыл адамы. Сондықтан оның біздің дүкенге тапсырыс беруші болуы мүмкін емес. Тек 100,000. Мен әкеммен бірге болғанымда, оның қолынан келетін барлық сауда орталығы сияқты. Неге сен екеуміз оны әлі танымаймыз? Біздің бүкіл отбасымыздың ең кедей туысы ол, жыл бойы 2 адам болмайды. Армандауға да болады. Менің есімде, сауда орталығының мақсаты тапсырыс берушінің құдай екендігі және тапсырманы сыртқы келбеті бойынша қабылдауға болмайтындығы. Сіз мұнда жұмыс істеуге дайын емессіз бе? Менеджер қайда? Менеджеріңіз маған жеке қоңырау шалып, қазір менеджер деген не екенін сұраңыз. Оны шақырыңыз. Мен сізден жеке сұраймын. Бұл не? Сен осындасың. Ештеңе жоқ па? Бұл 2 адам ше? Мен үйлендім. Киім кешек ала алмадым. Сондықтан мен кінәні тауып, бұл клиентті шыдамдылықпен көндіруге тура келді. Менің ойымша, біздің дүкендегі тұтыну деңгейі адам төзгісіз. Бетті қолдау үшін ісіну мен майдың қажеті жоқ. Сіз дұрыс айтасыз ба? Кейбір дүкендерді санап көрейік. Айтпақшы, кедейлердің санасы кедейлердің санасында болуы керек. Жарайды. Күйеу баласы қайда болуы керек екенін құлықсыз айтып беремін. Сыртқа шығып, эстакаданың жоғарғы жағына солға қарай 30 юанға бұрылыңыз. Бұл сіздің жеке басыңызға сәйкес келеді. Жүру. Егер мүмкіндігіңіз болмаса, оны жоғалтпаңыз. Бұл тамаша. Барлығыңыз өкіл әкенің қалтасы көтермейді деп ойлайсыздар. Сондықтан мен оны сізге көрсетіп, мен үшін бәрін аяқтағым келеді. Мұндағы барлық киімдердің жиынтық құны ондаған миллионды құрайды. Дұрыс. Айтайын, бұл адам қайда? Бұл менің ағам, сасық мигрант. Күні бойы құрылыс алаңында тынымсыз жұмыс істейді. Оны ауыстырыңыз. Киім туралы айтпағанда, ол біздің дүкенде қызғылт түймені сатып ала алмайды. Сен қыз жас емессің, ашуланасың. Сізге ондаған миллион киім жинап берейік. Сіз әдейі көңіл көтергіңіз келмейді. Солай ма? Екеуі ақылға қонымсыз болғандықтан қош келдіңіздер. Күзетшіден екеуін шығарып салуын сұраңыз. Жақында күзетші келеді. Мұнда тәртіпсіздік жасап жатқан адамдар бар. Хуанио тобының атымен дүрбелеңде кім қиындық тудыруға батылы барады? Сенсеңіз де, сенбесеңіз де, Лао Цзы сізді қуып жіберді ме? Әпке, қорықпаңыз, асығыңыз және сізді қиындықтан қорғаңыз. Мен сауда орталығына әдеттегідей сауда жасау үшін келетін адамдарға тәртіп бұзушылар ретінде жала жабылатынын білмеймін. Сауда орталығындағы қызметкерлерге қатысты үлкен мәселе бар сияқты. Сіз сондай ақ бүкіл дүкеннен барлық киімдерді сатып алу қиын ба? Әлде қиындық па? Әлде шынымен сатып алып жатырсыз ба деп сұрайсыз ба? Айтыңызшы, кім біледі? Бұл бір түрлі көрінеді. Мен де бұл туралы ойламадым. Жарайды. Сен менімен тағы ойнайсың. Бұл картаны мүлде сырғытуға болмайды. Менің картамның деңгейі тым жоғары болғандықтан және оны тану үшін құрылғыңыздың рұқсаттары тым төмен болғандықтан оны сырғыта алмауыңыз мүмкін бе? Сіздің ойыңызша, сіз маған сауда орталығындағы ең жоғары деңгейдегі жоғарғы қара азу түсті сыйлайтыныңызға сенемін, және барлығы тек VIP-ті қарсы алуға барады. Сен не істеп жатырсың? Тан ағай, айтыңызшы, мен бұрын кедей болсам да, мақтанғанды ұнатпайтынмын. Бірақ қазір мен осындай құдағиды танимын. Кешкі фестивальге табаныңызды алғым келмейді. Сиыр болып көрініп, ұятсыз болып көрінесіз бе? Екеуің ағаш кесесіңдер. Шынымды айтсам, несие картасы, машинасы тани алмайтын жалғыз нәрсе біздің сауда орталығындағы Supreme Black Diamond картасы. Сіз өз сөзіңізді айта алмайсыз, солай ма? Бұл карта Supreme Black Diamond картасы болып табылады. Сіз шынымен де құны 10 миллиардтан асатын елдегі ең бай адамдардың ондығына ғана қолжетімді Supreme Black Diamond картасын жарып жібере аласыз. Бірақ алыстағы ең үлкені сіз өзіңізді көрсете алатын кішкентай аю. Оян, мен менеджеріңізге айтамын. Менің құдағиым шынымен ерекше. Тан ағай, солай істе. Егер сен сондай қабілетті болсаң,
О, сенің отбасың гүлденбей ме? Бұдан былай сіз біздің отбасымыздың ең қадірлі адамы боласыз. Ха-ха-ха, жарайды, жетеді. Сасық еңбекші мигрант, дәл сенің құдағың сияқты. Біздің дүкенге сатылымға өтініш беру үшін кел. Ол лайық емес, жарайды. Күзетші, оларды шатастырма, қазір қуып шығу үшін не істеп жатырсың? Тоқта, сені қуып шығуға кім батылдық берді? VIP, сәлем VIP, сәлем. Бәрі жақсы, бас менеджер. Сен неге осындасың? Егер мен келмесем, сен сауда орталығынан жеке кетесің бе? Жоқ, бауырым, сен күзетші мына екі ұятсыз қатені қуып жіберді дедің. Мына жаман қарияны мүлде дұрыс түсінбей қалдың. Менің ағам сасық еңбекші мигрант. Әрине, біздің VIP емес. Екеуіңіздің көздеріңізге қоқыс тастамай, ақ сурет салуларыңыз керек. Олардың алдыңғы жағындағы 4 футтық қара әткеншек оны танымайды. Екеуің бірден сауда орталығынан шығасыңдар. Содан бастап, бүкіл сала танымал болады. Оны жіберіңіз. Бірақ дәл қазір маған деген көз қарасыңыз жақсы болса, мен оны ұмытып кеттім. Ол айтты, ақырын жүр. Ол VIP таңдаған киімдерін орап, үйіне көлікпен жеткізді. Міне бітті. Мырза, Цин ертең құдасының туған күніне арналған банкет дайындайды. Ақырында, біздің отбасымыз ұлымызға тапсыра ала ма, жоқ па деген мәселеге тап болды. Уайымдама, анаңның ең жақсысы қартты қуанту. Чада, аздап үйрен. Ертең бүкіл отбасы Циннің құдасы, анасы мырзаны тігу үшін барын салуы керек. Уайымдама, мен сені жібермеймін. Біз Циннің құдасы мырзаның жаңа ауданын қуып жеткенде, шексіздік нені білдіреді? Сізді және олардың бірнешеуін көпшілік алдында әшкерелеуге рұқсат етіңіз. Мен олардың біреуін жіберемін. Президенттің жағдайы қалай? Сіз тапсырыс берген нәрсе орындалды. Ал Цин апа маған тапсырыс беруім үшін жеткізді. Ертең әкелер күні, мен құда әкеме үлкен сыйлық бергім келеді. Оның туған күніне арналған банкетке қош келдіңіз. Айтыңызшы, мырза, Цин, сіз және сіздің әкеңіз қайдан шыққан? Цин мырза оның интеллектінің қалыпты өсуі соншалықты үлкен екенін айтты. Мен оны білемін. Ол әлі кірмегенімен, мұндағылардың бәрі оған жабысуды күтіп отыр. Қарттың ықыласына бөленсең, болашақта өмірің бақуатты болады. Әйелі, бұл сенің ауылдық ағаш кесегің деп ойлайсың ба? Бұл шынымен де әйелі, сіз бұл бейнені көріп отырсыз. Ауылдық ағаш кесектерінің әкесі шынымен де солай. Осыған орай, бүгін бұл балшық аяқты адам қалай кіре алады? Оның мәртебесі соншалықты төмен. Егер ол Циннің құдасы мырзаны бақытсыз етсе, онда ол біздің бүкіл отбасымызды өзімен бірге алып кетпеу керек. Мен білмеймін. Маған оның қалай кіргені маңызды емес. Ол сенің әкең. Тезірек мені алып кетудің жолын тап. Егер бірдеңе араласып кетсе, мен оған жол бермеймін. Сәлеметсіз бе? Менеджер бұл жақын арада болады деп айтқан жоқ па? Неге ол әлі келмеді? Бұл туралы бәрі ойлайды. Өйткені бүгінгі күн ерекше адам болғандықтан, бұл сюжет емес. Хан халқының туған күніне арналған банкет. Төменде Цин әулетінің 3 ұлы отбасы қартқа көмекшілер ұсынуға шақырылады. Біріншісі, көмекші Нефрит Мин Луо Ируо, екіншіден Хания групп акцияларының 15%, 3000 женшен мен ғибадатхананың үлесін қабылдайды. 66,66 миллион юан. Әрі қарай, кемпірді орнына қарсы алайық. 1 минут күте тұрыңыз. 1 минут күте тұрыңыз. Неге елде қалмайсыз? Мұнда не істеп жүрсіз? Ол маған көтерілуімді айтты. Сенен көтерілуімді өтінді. Адамдар, өтінемін. Бұл Циннің құдасының жалпы саны. Сіз осындасыз және солай не? Барасың ба? Ой,
Ол маған біраз уақытқа тыныш келуімді айтты. Сен осында боласың. Оның бос сөзіне құлақ аспаңыз. Ол мырза емес, Циннің құдасы мүлде емес. Киген киімі де өте қымбат, бірақ темпераменті бір шама нашар. Дұрыс, сіз оның қолдарының дөрекі екенін көресіз, бір қарағанда. Ол көп жылдық күли. Мен бірнеше күннен бері үйімде тәтем болып жұмыс істейтін бірде-бір мигрантты көрмедім. Бұл жағдайда сіз қалай тәртіпсіздікке батылсыз? Мен кірмедім. Мені бүгін алып келді. Жарайды. Сіз шақыру хатын алмадым дедіңіз бе? Оны шығарып, мынаны көрейін. Мен қандай шақыруды қалаймын? Бұл банкет. Мен оны өткізген кезде. Шақыру хаты жоқ. Қауіпсіздік шаралары жеткілікті. Бұл жерде менімен араласпаңыз. Бірақ менің айтқаным рас. Бұл банкет залы Кемрангтағы ең жақсы орын. Оның Джинанды алуы мүмкін болмауы керек. Ол шынымен Цин мырзаның құрылыс алаңы ма? Бірдеңе айт, бәрінің әзілінен қорықпа. Ол менің қайын атам. Құрылыс алаңында кірпіш таситын еңбекші мигрант. Цин Тотал мұндай адам үшін құда болған кезде мүлдем мүмкін емес. Бұл күзетшімен не болып жатыр? Тек осы қорқынышты адамды жіберіп, оны тез жарып жіберіңіз. Біраз уақыттан кейін ескі қожайынды ренжітсек, ешқайсымыз қашып құтыла алмаймыз. Мен оны естідім. Бұл тұтқа. Бүгін ескі шебердің туған күніне арналған банкет үшін. Әйтпесе олардың бәрі мені бағалайды және кетпейді. Сен не істеп жатырсың? Сен не істеп жатырсың? Сен не істеп жатырсың? Мен жоқ дедім. Аяқталды. Сіз сындырған ескі шебер Цин ашуланған болуы керек. Цин әулетінің ашуын қарсы алуға дайын. Солай емес пе? Бұл мен емес, бұл мен емес, бұл ол, бұл оның. Иә, оның маған еш қатысы жоқ. Тек сен отбасың болғандықтан қашып құтыла алмайсың. Мен боламын, сен оны өлтірдің. Көңіліңіз тола ма? Барлығы, мен. Мені тыңда, мен кішкентай кезімнен сен маған көмектесесің деп ешқашан күткен емеспін. Бірақ неге мені артқа сүйреп, бүгін жауып тастауым керек? Мені тыңда, сен жоғары төмен жүре алмайсың. Ол бара алмайды. Бәрі. Содан кейін біз дәрігерді серуендеуге шақырамыз. Ал қарт адам сізді құнын төлеуге мәжбүр етеді. Иә, біз саған қарияға өлген қарияны үйретіп, бізбен қарым-қатынастан арылғымыз келеді. Мүмкін қария бізді марапаттай алады. Сен не істеп жатырсың? Мен айтайын, әбігерге түспеңіз. Мен шынымен де менің құдағиыммын. Менімен араласпаңыз. Не істеп жатырсыз? Менмін дедім. Мені жібер. Әйтпесе бүгін сені жібермеймін. Егер ол осылай жасаса, ол қарым-қатынастан қалай арылуға болады? Бейбақ, оларды тыңдама, қайталамасаң, бірге атқанымыз үшін бізді кінәлама. Бұл жеткілікті ме? Егер сіз қазір өзіңізді ақымақ етпесеңіз, Цин отбасы сізді жібермейді. Жұмыртқа. Бұл оның қолы. Мына қолды киімді кетіру үшін ғана пайдаланды жұмыртқа. Мен сенің әкеңмін. Сен маған бұлай істей алмайсың. Нақты ойланыңыз. Сіздің болашағыңыз немесе оның өмірі кім маңыздырақ? Саған ештеңе істемесең, мен сені, өлген әкеңді, Цин әулетінің қолымен жазалауға батылым бар. Сен не істемекшісің? Сіз шынымен әкеңіздің қолын босқа өткізгіңіз келе ме? Мұны істе, тез өлтір, мырза Цин. Менің құдағиымды қорлауға кім батылы барады? Мырза Цин келді. Жарайды. Сен мырзасың. Цан, мен емеспін. Бұл сен болуы мүмкін бе? Иттің көзін соқыр ет. Өз иесін тани алмайсың ба? Бәрі жақсы. Цин мырза, сіз дұрыс емес адамды теріп алдыңыз. Ол еді. Ол үлкен шоу жасады. Бүгінгі шапалақпен, егер сіз немереңіздің отбасы бұдан былай Бейжіңде танымал болады деп бәс тігуге батыл болсаңыз,
әкемді көру үшін, мені қорқыту үшін батылдығыңызды пайдалансаңыз, бұл менің кінәм болады. Менің моншақтарсыз көздерім бар. Әке, сіз шынымен де мырза, сенің құдасы, қасқыр жүректі адамсыз және оның биологиялық әкесі оған баруды бұйырды. Сіз 3 малсыз. Бүгін жұмысшылар менің туған күнімдегі банкетте менің құдағиымды қорлады. Мен сіздермен осы есепті шешкім келеді. Сен, мырза, сіз мұны жасай алмайсыз. Біз оның сенің әкең екенін білмейміз. Бұл менмін, біз білмейміз. Сіз одан өз қызынан сұрайсыз. Ол мұны тіпті білмейді. Мен мұны бірнеше рет түсіндірдім. Мен оларға өкіл әкенің бұрынғы генералы екенімді айттым. Бұл қоғам мен сияқты. Бірақ олар сенетін жалғыз адам. Және сіз неғұрлым тез сөйлесеңіз, әкем жезөкшелер үйіне мен ұмытып кеттім деп айтпаңыз. Чааданның құдасы, сіздің биологиялық әкеңіз және ол сіздің оқуыңызды қамтамасыз ету үшін көп жұмыс жасады. Ал сен ше, сіз оған не істедіңіз? Түнде оны үйден қуып шығарып, жалғыз ескі үйін күштеп бұзыңыз. Бүгін оның қолын осы жерден кесіңіз. Сіз тарату үшін емес, осындай дөрекі адамсыз. Менің құдағиымның қызы бар. Мен алға ұмтылғым келеді. Ол үшін ең жақсы перзент емес. Мен үшін ең жақсы перзент болғым келеді. Бірақ сенің не істесең де, бірте-бірте, қайсысы менің қариямды жыртып тастамайды. Бәрібір, ол да өз қызың, бұл жолы оны өртеп жібересің. Иә, ол менің биологиялық қызым. Сондықтан сенің маған істеген ісіңе ренжімеймін. Бірақ оның маған істегенінің бәрін жүрегіме пышақпен ұрасың. Кешіріңіз, зиян келтірілді. Кешіріңіз, мұның не қажеті бар? Мен олардың сізге келтірген залалын өтеймін. Әрі қарай жүруге бұйрық беріңіз. Сун Хауны Хая Групп менеджері қызметінен айырыңыз және бүкіл отбасын қаладан шығарыңыз. Егер кімде-кім оларға жұмыс беруге батылы барса, олар менің отбасымның ашық жауы. Әйелім, өтінемін, ол мені кешірсін. Бұл жолы айттым ғой, емде анаңа жақсы қарайсың. Иә, құда, оларды командадан шығарып, саған тағы да берейік, жас ұстаз. Әке, өтінемін, бізге тағы бір мүмкіндік беріңізші, кешіріңіз, жарай ма? Тингинг, кеттік, асығайық, және осы сәтсіз нәрселерді сүйреп апарайық. Иә. Әкем әйел. Сіз мені өлтіруге шынымен дайынсыз ба? Сен мені анама лайық болуға мәжбүрледің. Аң тізерлеп отырды. Сіз туралы айтуға лайық емессіз бе? Сіз туралы айтуға лайық емессіз бе? Бұл шапалақ сіздің бос әурешілігіңізді ұру үшін жасалады. Мен сізге түсінікті болу үшін оқуды ұсынамын. Күтпеген жерден сіз ақшамен байлыққа батып, адам болудың негізін жоғалттыңыз. Бұл екінші шапалақ сіздің моральдық сыбайлас жемқорлығыңыз. Әкең екеуміз жақсы адамдармыз, бірақ сен сан отбасына көмектесесің. Бұл үшінші шапалақ сіз үшін перзент емес. Мен сен үшін қанымды құрғаттым. Сенің жағдайың жақсы болады деп күтпеймін. Бірақ сен ақ көзді қасқырға айналдың. Әке, кешіріңіз, мен қателескенімді білемін. Кешіріңіз, маған қоңырау шалмаңыз. Менің сіздей қызым жоқ. Осы 3 тараудан кейін сіз бен біздің арамыздағы барлық реніштер есептен шығарылып, содан бері қарым-қатынас үзілді.
从此断绝关系。 Мес, құда, мен сізден бір нәрсе сұрай аламын ба? Хамф, мен саған уәде беремін дейсің. Бүгін оны жібер. 今天这个事儿就放过他们， Жарайды, мен оны болашақта іздеуге еш қатысым жоқ. 毫无关系。 Мен өз жолыммен жүремін. Оның шаршауы болды. 独木桥， Мен оларды бұғаттай алмаймын. Бірақ Сун Хаоның Қытай тілінде жұмысын жалғастыруы мүмкін емес. Бұл олардың Сун отбасының болашақта онымен не істейтініне ешқандай қатысы жоқ. Тек әкеңе қара. Әке, әкелер күні құтты болсын. Көп ұзамай мені құрбан етуге батылы жетпегеніңді білемін. Бірақ бәрібір, болашақта өрт болама, мен әлемге оның үлкен болатынын салтанатты түрде жариялау үшін келдім. Бұл менің әкем. Сені алдауға батылы бар әрбір адам үшін менің істерімнің жауы болу. Тыныш, сен менің қызымсың, ол біздің отбасымыздың алыс туысқанысың, ол ережелерді түсінбейді. Әкем сені жібермеді. Бұдан былай мен онымен әке мен қыздың қарым-қатынасын үземін. Мен сондай күлкілімін. Мен бұған сенбеймін. Бұл менмін. Кешіріңіз, сіз мұны білдірмегенсіз. Сіз үшін мұндай жақсы мүмкіндікті жоюға болады. Егер сіз әкеңіздің Циннің құдасы мырза екенін білсеңіз, біздің Сун отбасымыз баяғыда гүлденген болар еді. Сіз жасыруға батылсыз ба? Егер сіз әкеңізді танымасаңыз, менің ұлыма қатысы бар болса, оны қытайлық топ өлтірді. Солай ма? Мен мұны да күткен жоқпын. Маған сенің не істей алатыныңның бәрі маңызды емес. Мен сенің келуіңе рұқсат беруім керек. Онымен қарым-қатынасыңызға келетін болсақ, ол өз ойын өзгертіп, Цин мырзаның да әйел екенін еске салсын. Мүмкін сіз оны әкеңіз арқылы ұлыммен сәйкестендіріп, Хуанью тобын ұлымның тобына айналдыра аласыз. Бірақ әкем менімен әке мен қыздың қарым-қатынасын үзіп қойған. Маған онша мән бермеймін. Кемпір бола алмасаң, сені өлтіру мүмкін емес, жүкті емес пе? Әкеңнің саған деген сезімі жоқ. Балаңа деген сезімі жоқ па? Менің жүкті екенімді қайдан білдің? Егер күтуші маған айтпаған болса, оны бізден қашан жасырар едің? Қанаттарың қатып қалды. Мама, мен де саған тағы бір күні айтқым келеді. Сенің ойыңның маған бәрібір. Енді әкеңді олардың үйіне қайта апарасың. Жақсы әйел, біздің отбасымыздың даңқы мен байлығы бәріңе байланысты. Барбекюіңіздің дәмі ең жақсы деп айтыңыз. Мынау, он ішекті алғын келеді. Ей, мен оны қызымның жеуі үшін қайта жинаймын. Ха-ха-ха, онда бір сәт күтіп, ішуге шақыр. Сұлулық жалғыз, жалпақ үстелге келіп, бірге ішіңіз. Жоқ, мен біттім. Не болды? Қыз бетін бермейді, солай ма? Бірге ішейік, бірге ішсек не істейсің? Сенсеңіз де, сенбесеңіз де, мен полицияға қоңырау шалдым. Мен полицияға қоңырау шалған кезде ешқандай жамандық жасаған жоқпын. Мен сізге WeChat қосып, достар тапқым келеді. Мен мұны қаламаймын. Сен менің әкемнен үлкен көрінесің. Мен сенімен достасқым келмейді. Эльфтерге ұқсайтын тостар жемейді. Мен сіздің жүрегіңізді қосқым келеді. Сізбен достасу сіз үшін ұятсыз болмаңыз. Бауырым, не болып жатыр? Бұл сіз үшін маңызды ма? Жаса. Ол енді мұны істегісі келмейтінін айтты. Сондықтан ол сен үшін көзін ашты. Егер сіз маған WeChat қосқыңыз келсе, неге ағаммен осылай ән айтпайсыз? Менің ойымша, бұл жақсы. Сізге сыртқа шығып, өз ісіңізбен айналысыңыз деп айтатын ешкім жоқ па? Бұл тамақ туралы не ойлайсың? Қызыңа баршы. Мен сенің ақшаңды жеуге болатын айырмашылығыңмын. Құдайым, мен сенің ақшаңды жеуге болатын айырмашылығыңмын.
Мен саған өз ісіңмен айналысуға кеңес беремін. Сонда олар ұзақ өмір сүреді. Ағай, маған көмектескеніңізді күтіңіз. Бұл қыз менің қызыммен құрдас. Мен сенің адамдарды қорқытқаныңды көре алмаймын. Сен не туралы айтып тұрсың? Хек, менің қолыммен, иә, үлкен ағаммен араласуға батылы бар, солай ма? Біз жай ғана жақсы сөйлей алмаймыз ба? Менің ойымша, бәрі, біз бейбітшілікті бағалай алмаймыз ба? Неліктен сіз көбірек таныс болып көрінесіз? Сіз батыр часыз. Мені қайдан танисыз? Жарайды, бәрі ұрысуды доғар. Бұл шынымен де Айдаһар патшасы ғибадатханасының отбасын су басып жатыр. Сіз бұл отбасын білмейсіз бе? Бұл ағаш биттерін отбасына кім берді? Лао Цзы, сен оның біздің кіші орта мектептегі сыныптасымыз екенін, және кейінірек сыныпта бірінші болып бітіретінін ұмыттың. Есімде, Ча Датсан. Солай ма? Мен орта мектепте оқып жүргенімде, біз осы оқу комитетін пайдаланған сияқтымыз. Солай емес пе? Дұрыс, сен жалған үлкен жұлдызсың. Сен Фейсансың. Дұрыс. Қараңдаршы. Шынымен де. Дәл солай болады. Біз анда-санда кездесіп тұрамыз. Ал сендер уақыты келгенде жиналасыңдар. Сіз оны қалай атайсыз? Лао Цзы, егер сіз оқуды ұмытып қалсаңыз, онда біз еш нәрседе жақсы емеспіз деп жазылған. Ол шын мәнінде сыныптастарынан қазір кімнің ең жақсы екенін көруді. Сондай ақ оның аю кейпінде қалай көрінетінін көруді сұрады. Және ол өз атын шығармады. Нонсенс бізге сәйкес келеді. Сіз сыныптастарыңызға бара алмайсыз. Жарайды. Уақыты келгенде міндетті түрде шақырамын. Ха-ха-ха. Бұл Хангбан қонақ үйі сонымен қатар Қытай тілінде сөйлейтін жұлдыздарымыздың көрме индустриясы болып табылады. Мен қазірдің өзінде түсіндірдім. Егер көңіліңіз толмаса, алдымен дүкен менеджеріне айтыңыз. Жарайды. Онда барасың. Сосын алдымен бос емессің. Сәлем. Мен оны көрмегеніме көп болды. Күйеу өте әдемі ме? Бай ма? Сен қандай ақша ойнап жүрсің? Сіз оны сатып алдыңыз. Неге жақында құрылыс алаңына жұмысқа келгеніңізді көрмедіңіз? Үйде бірдеңе істесем бармадым. Бірнеше күннен кейін уақытыңыз бар ма? Мен адамдар жетіспейтін жер бар екенін білемін. Менімен бірге барғың келе ме? Күніне 300 жеткіліксіз. Мен даксингті бизнесінің сәттілігі үшін және жақсы ұл туғаны үшін қатты қызғанамын. Жоғары да, төменде емес, әкеміз бен ұлымыздан айырмашылығы бұл өмір бейберекет. Ұмытыңыз, сіздің ұлыңыз перзенттік және мойынсұнғыш. Мен сияқты емес, қарыз жинаушыны дүниеге әкеліп, үлкен қаладан үй сатып алуға мәжбүр болды. Әр қадам сайын миллиондаған доллар біздің қарт ерлі зайыптылардың жинақтарын сарқып жіберді. Сіз айтқандай, қазіргі жұмыспен қамту жағдайының нашарлығы сонша, жұмыс таба алмайтындар көп. Осылай айтайын, мен шынымен де жұмыс таба алмаймын. Сондықтан құрылыс алаңына кірпіш тасуға бара аламын. Бұл аздап ауыр және шаршататын болса да, 1300 юан әлі де түскі асқа толы. Сен солай ойлайсың ба, Датсан? Біздің ескі сыныптастарымыздың арасында сіз сол кездегі ең жақсы бағаларды алдыңыз. Қазір қайдасыз? Менің білуімше, оқуды бітіргеннен кейін отбасымның ақшасы таусылып, құрылыс алаңына жұмысқа кеттім. Біздің топта шынымен де құрылыс алаңында кірпіш жылжытатын адамдар бар. Әпке, сіз бүгін жақсы тамақтануыңыз керек, көбірек тамақтаныңыз. Өйткені, әдетте қаладағы ең сәнді Голдан қонақ үйінде тамақтануға мүмкіндігіңіз жоқ. Егер сіз тамақтануды аяқтай алмасаңыз, біз сізге полиэтилен пакетін табамыз. Оны жинап, үйге қайтуға болады. Күлме. Сонда тоқ ішек жақсы емес. Мүмкін балалар жақсы шығар. Дұрыс па? Маған қараңызшы. Менің ұлымның арнайы кітабы бар. Ол осы алтын қонақ үйде айына 30 000 юан дүкен меңгерушісі болып жұмыс істейді. Қызыңыздың басында мен қазір шынымен бос емеспін. Білмеймін, қызым қазір үй шаруасындағы әйел, маған қарауға уақыты жоқ. Бірақ менің құдағиым бар. Ол маған өте мейірімді және болашағы зор. Ол сонымен қатар қоғамдық тамақтандыру және жылжымайтын мүлік бизнесімен айналысады. Мейрамханалар мен жылжымайтын мүлік.
сондай ақ қызметкерлер, сондай ақ сатушылар да жақсы ән айтады. Жалақысы төмен және тұрақсыз болғанымен, ең болмағанда тамақты араластыруға болады. Біздің сыныптастарымыз үшін мен сізге құдаңыздың WeChat ін маған жеткізуге көмектесемін. Бірақ мен голдан хаутылте тыныш орын қалдыруды білемін. Сен не ойлайсың? Сәттілік үшін рахмет. Бұл менің қызым. Алтын қонақ үйді нақты бақылау. Не болды? Мастер Ча, сіздің температураңыз көтерілді. Осы Хангтян қонақ үйінің нақты бақылаушы акционері қандай екенін білесіз бе? Бұл біздің Бейжіңдегі ең ірі One World тобының президенті. Мұнда маған не үрлеп тұрсың? Датсан, біз саған күлсек те, үлкен ештеңе айтуға батылымыз бармайды. Егер сіздің бейберекет қарым-қатынасыңыз туралы әңгіме оның құлағына жетсе, сіз және сіздің құдай қызыңыз оны жей алмайсыз. Ол, менің айтқаным рас. Датсан мақтанды. Бұл жерде біздің қайсымыз қазанды қазір қайтара алмайтыныңды білмейміз. Жарайды. Мені құдағиың деп ата. Мүмкін қуанып қалсам. Ұлыма саған Imperial City қонақ үйінде күзетші болып жұмысқа тұруға рұқсат берермін. Сіз өзіңіздің боқтарыңызбен күресіп, кірпіш қабырғаны жылжытпайсыз ба? Сен не туралы айтып тұрсың? Мен саған не айтсам да айта аламын. Мүлдем жоқ. Мен қызымнан кешірім сұраймын. Сіз мені итеруге батылсыз ба? Бұл кімнің орны екенін анықтайсың. Хе, балам, тез кел. Сенің де бұзақылық жасағаныңа өкінемін. Жаңа ғана ұлыңыз алтын қонақ үйдің менеджері дедіңіз. Мені көріп тұрсыз. Оны қалай жинайсыз? Мен оны іздеп келдім. Не қорлады? Қонақ үйде әкемді қорлау жиіркенішті. Күзетші маған жергілікті студенттерді оның қамқорлығымен қызықтыруға кеңес берді. Мен онымен бұл туралы сөйлеспеймін. Бұл да жақсы. Ол өзін 3 стакан шараппен жазаласын, сосын сенен кешірім сұрасын. Датсан, оны ал. Бұл мәселе бастапқыда сіздің кінәңіз болды. Сіз мақтануыңыз керек. Енді бәрі жақсы, бұл бәрін бақытсыз етеді. Ол сізге лайықты ақшаға қарыз. Алдымен, мен сізге бет әлпетімді көрсетуге рұқсат етіңіз. Сонда сіз оны шатастыра алмайсыз. Бұл қоғамда сіздің отбасыңыз қоқыс. Үлкен әпке, қызыңызды көру, сіздің жүзіңізді көрсету, әйтпесе ол сізге көмектеседі деп ойлайсыз ба? Осы император қонақ үйінде даяшы болу қаншалықты қиын екенін білесіз бе? Бірақ менің қызым шынымен де жүктілік тобының президенті. Құрметті Цин-Цин, сіздің ұлыңыз менің қызымның қол астындағы елеусіз атыңыз ғана. Сіз әлі де менімен ойнау үшін осындасыз ба? Егер сіз Цин-Цин-Циннің әкесі болсаңыз, мен Цин-Цин-Циннің атасымын. Мен сенің ата-бабаңмын. Мен осындамын. Сенің әкеңді кім қорлады? Сені кім қорлап жатыр? Мүмкін, балалар, сендер мені қорқыту үшін күш біріктірдіңдер ме? Мен сізге ескертемін. Кім болса да, өзіңіз үшін тұрыңыз, әйтпесе мені дөрекі болғаным үшін кінәламаңыз. Датсан, мен саған соңғы мүмкіндік беремін. Сен өзің бір стақан ақ шарап іше аласың. Сосын менен кешірім сұрайсың. Барлық сыныптастарыңның алдында сен жеңілгенсің деп айтасың. Мен сені жіберемін. Бұл өмірде мен ештеңе жасаған жоқпын. Кешірім сұраймын. Менің ұлым ол. Мен бұл сасық еңбекші мигрантты қорлағаным үшін кешірім сұрамаймын. Егер сіз менің әкем үшін ұялсаңыз, бұл ғана емес. Ол Циннің әрқашан оның қызы екенін және оны бүгін тазалап, бірдеңе айтуға батылы жетіп, мені осы адаммен ұрып соғып, лақтырып тастау керек екенін айтты. Юан отбасы маған шынымен осылай жасамақшы ма? Менің ескі қожайыным. Сен есеңгіреп, не істеп жүрсің? Ол не істеп жатыр? Бұл оның қызы. Ол жеке өзі келіп, маған қамқор болуымды айтты. Не болды? Одан кешірім сұра. Әйтпесе бүкіл отбасымыз бітті. Егер сенің сондай асыл екеніңді білсек, саған олай қарамас едік. Мен сені ескі сыныптасым деп айттым. Тіпті менің отбасым жақсы және жақсы болса да. Бұл не үшін қажет? Жарайды. Менің сізге бір өтінішім бар. Болашақта көшедегі жас қыздарды мазаламаңыз. Басқа қыздарда сенің ұлың әлі жоқ. Сондықтан сен маған келуден қатты қорқасың. Мен енді батылым бармаймын. Қателесіппін.
Енді батылым да келмейді. Егер түстен кейін ата-аналар болса, бізде құрылыс алаңында адамдар жетіспейді. Бауырым, бұл жоба 1-2 аптадан кейін бітеді. Сондықтан біткен соң олай істеме. Датсан, бұл жоба аяқталуға жақын. Өткен 1,5 жылдағы жалақыға қоссам, мен 100 мың аламын. Ақшаны алған кезде мен шыңды үнемдеймін. Жоба аяқталды. Бізге қашан төленеді? Алдыңғы бірнеше күнде менің бастығым жоқ. Сіз ақшадан бастадыңыз, және оны аяқтағаннан кейін бізге бердіңіз. Менің әйелім әлі ауруханада жатыр. Баланың оқу ақысын төлеуге ақша алуды күтіп отыр. Сізге мектепті кім таңдайды? Ол ештеңе оқымады. Менің қайын сіңілім сізге Хваян Групп компаниясының бұл жобасын бере ме? Бұл Хуайуан тобы баяғыда жеңіліске ұшыраған. Бәрі әлі де ескі жұмысшы. Мен оны енді қолданбаймын. Менің компаниямның бірі мені компанияға жұмысқа жіберді. Бірақ ол жеңіліске ұшырады. Неге бізге ақша бермеске? Біздің жалақымыз әлі қандай шотта? Сіз жұмысты бітіргенде ақша беремін деп бұрын айттыңыз. Бірақ қазір әйелім ауруханада өмірін сақтап қалу үшін бұл ақшаны әлі күтіп отыр. Мен саған ақша жібердім. Бірақ бізде ақша жоқ. Сіз біздің жалақымыз бойынша дефолтқа жол бере алмайсыз. Егер сіз біздің жалақымызды төлемесеңіз, әйелім не істейді? Біз не істейміз? Мен ештеңеге қарамай. Бұл біздің еңбекпен тапқан ақшамыз. Бүгін мені өлтірсең, мен де істей алмаймын. Сен қайда бардың? Сіз ажырасқаныңызды қалайсыз ба? Мен саған мән бермеймін. Еңбекпен тапқан ақшамды алғым келеді. Сіз кімсіз байсыз? Сонда мен сені оған шақырамын. Ұрыспаңыз. Неге менің әйелім сенің алдыңда? Бүгін мені өлтірсең де, әйелің мен еркектеріңді бір-бірлеп өлтіруім керек. Иә, әлі мен емес. Мен саған айтамын. Сен мұны істемейсің. Жоқ. Мен сені маған қызмет ету үшін ұрдым. Бұдан былай. Сіз құрылыс алаңында болған кезде, сіз тек құрылыс алаңында болатын нәрселерді таба алмайсыз. Егер сен мойынсұнғыш болсаң, мен саған сүйек байлауым керек. Тылазар бауырлар. Келме, тыныштал. Келме. Маған ақша бересің бе? Маған ақша бермесең, мен осында өлемін. Ал мен үшін өлсең, бұл туралы ойлама. Сонда мен ата-бабамын. Сіз жай ғана иә дейсіз. Бәрібір мені жою үшін Лао Цзыға баруға рұқсат берудің қажеті жоқ. Мен тізе бүгіп, ақшамды беруіңді сұраймын. Неге бүгін сенде жоқ? Барлығың 8-1-де, бірақ қазір әр тиынға ақша бересіңдер. Әйелім, сен үшін кешірім сұраймын. Ақшамызды қайтармасам, сені құтқара алмаймын. Мен бір қадам алға басып, төменде сізді күтемін. Тек маған беріңіз. Егер сіз қайтып оралғыңыз келсе, мен сізге жалақыңызды қайтаруға көмектесе аламын. Менің күтуге уақытым жоқ. Егер бұл 3 күн болса, мен олай емеспін десем, олай емес. Менің ақшам көп болмаса да, бар, бірақ алдымен алып, пайдалансаң. Менде одан да көп болады. Сіз тек бір нәрсені жасай аласыз. Бұл пайдасыз. Бұл аз ақша маған жетпейді. Мені тыңда, 3 күн қажет емес. Мен сенің жалақыңды бүгін қайтарамын. Бүгін сен менің саған өтірік айтқанымды көрмедің. Шынымен де, саған өтірік айтпа. Маған сеніңіз. Мен сізді әрдайым мазалаймын. Сіз жоба менеджерінің сайтына айқайлап жібердіңіз бе? Жарайды. Уайымдама. Бізге жалақы төлейтін адам жақын арада осында болады. Өйткені телефон қоңырауы сізді қатты күйдіреді. Бұрын Хая компаниясының құрылыс алаңында жұмысшылардың жалақысына қарыз болған. Сіз сияқты көбелектер неліктен болғанын білмеймін. Бірақ егер сіз бүгін менімен кездессеңіз, мен сізді жібере алмаймын. Олардың сенің сыртта екеніңді айтқанын тыңда.
Сіздің Лао Цзы төңкеріліп кетті. Солай ма? Олар ескі шебер чаға келеді. Кешіріңіз, сіз мен туралы бәрін білетіндіктен, бұл мәселемен қалай күресуге болатынын көрейік. Мен оларға бүгін жалақыны талқылауға көмектесемін деп уәде бердім. Қарт ұстаз, уайымдамаңыз. Барлық жалақы олардың лауазымдарында 1 сағат ішінде табылады. Бұл шебер, ол шифрды шешеді. Көрдіңіз бе? Ол еңбекші мигранттардың қарапайым өкілі. Сонымен мен кіммін? Ысырапшылдыққа үндемеу керек. Енді шындықты айтайын. Бұл біздің қытайлық топтың құдасы Цин мырза. Ол қазір қытайлық акциялардың 15% иеленеді. Егер сен оның қариясына тағы да дөрекілік көрсетсең, мен сені қазір жоямын. Кобаяши, сіз мұнда кейінгі жұмыстарды орындайсыз. Бүгін кешке мен менеджермен сөйлескім келеді. Ол осы жерде тәртіпсіздікте көрініс тапты. Уайымдама, қария, мен жаман дағдыларымды тазалаймын. Уайымдамаңыз. Қарт ұстаз, мен шабуылдың жарығын өшіремін. Ол сізден кешірім сұрап, бағасын төлесін. Менде бәрі жақсы болды, бірақ мен қорқып кеттім. Әсіресе талантты болдым. Нәтижесінде өз-өзіне қол жұмсадым. Одан кешірім сұра. Суканто Таното күндері қайтадан семіруге батылдық танытты. Олар еңбекші мигранттардың жалақысы бойынша дефолтқа жол беріп қана қоймай, адамдарды өлімге душар етеді. Енді өмір сүргін келмей ме? Бұл компанияның әпкелері қартайған шағында қайтыс болған кезде қиналуға батылы барады. Енді сен бірден менің тіземе түсіп, ағасынан кешірім сұрадың. Әйтпесе менің не айтқым келгенін түсінесің. Мен кешірім сұраймын. Сіз одан кешірім сұрауыңыз керек. Мен, уайымдамаңыз, бұл адамдар. Егер біз сізді қорқытуға батылымыз барса, оған айтасыз. Ал, кеш болды. Мен кешкі асқа қайта ораламын. Мен артқы жағындағы құрғақ нүктеге қарадым. Бұл жолы сіздердің арқаларыңызда құрылыс алаңында осындай үлкен қатерлі ісік ауруын шештік. Мен ештеңе естіген жоқпын. Қария, бұл оқиғаның ауыр екенін білмейсің. Егер шабуылға қатысқан адам өз-өзіне қол жұмсаса, бұқаралық ақпарат құралдары сөзсіз жарылып кетеді. Біз жер учаскесінен айырылып қана қоймай, компанияның акциялары айтарлықтай төмендейді. Мен соншалықты байсалды болдым. Сол кезде мен жай ғана ойладым. Әркімнің тағдыры бар. Сен менің алдымда тірі адамның жоғалып кетуіне жол бере алмайсың. Сондықтан мүмкіндігіңіз болса маған көмектесіңіз. Бұл сізсіз. Сіз мейірімді және еңбекқор болғандықтан. Сіз әрқашан өле аласыз. Сондықтан 10 күннен артық уақытты жоғалтпайсыз. Иә, сенің мейірімділігіңнің арқасында өмірімді қалпына келтірдім. Бұл жолы сен маған осындай үлкен істе көмектестің. Болашақта саған жақсырақ қарайтын сияқтымын. Хе-хе-хе. Балам, ха-ха-ха. Бұл сенсің. Сөйлеуді тоқтат. Біз әке мен қыздың қарым қатынасын үздік. Әке, мен жүктімін. Сен жүктісің. Мен қателескенімді неге білемін? Сен мені кешіресің. Данданның аяғындағы көпіршік өздігінен шықты. Сіз кімді кінәлайсыз? Мен өкінемін. Әке, мен сені сағындым. Ол үшін сен маған бір рет қайтып келесің бе? Ол қалай? Өлген қария келуге уәде берді ме? Ол тіпті сөйлемеді. Бұл не деген ұсақ түйек мәселе? Мен сенің не істегеніңді қалаймын? Күйеу, мені ұрма. Мен оны білемін. Айтпаса да келеді. Бұл туралы сөйлесейік. Әйелім, мен сіздің балаңызды ренжіткеніме қатты қуандым. Біз күтушіні шақырып, қартты бірнеше күн күттік. Мұның қажеті жоқ. Егер қария қандайда бір ақша ағып кетсе, ол менің ұлымнан жалыну керек. Сонда сен ұлды айтасың. Сосын әкеме не істейсің? Жоқ, бұл шынымен де ақша жоғалтатын өнім. Менің ұлыма тұрмысқа шығу біздің отбасымыздан. Күйеу, ұмыттың ба? Кісі өлтіру заңға қайшы, ештеңе жасамаңыз. Кісі өлтіру мен кісі өлтіру кездейсоқ қылмыс емес. Әлде балам қателесті ме? Мұны жеке жасайық. Тез жасайық. Бұл сіздер үшін арнайы дайындаған теңіз өнімдері. Бұл өте шын жүректен. Ішуге кел. Дандан қайда?
Ол жүкті екенін айтқан жоқ па? Ха-ха-ха, бұл жүктілік және босану, қатты ұйқышылдық. Көрдіңіз бе? Қазіргі уақытта ақша жоқ. Бұл дұрыс емес. Жүкті кезіңізде менімен сөйлесіңіз, мен оны жазуға шақырамын. Ол жүкті, мінезі үлкен. Басқалар оған қоңырау шалғанда, ол ашуланады. Мен бұл тағамды кейінірек оның бөлмесіне өзім жеткіземін. Жарайды. Мен оны қазір оған жіберемін. Әке, мен Данданға телефон соғамын. Жарайды. Мен сенімен бірге баруға рұқсат ет. Жарайды. Кәріден сені сағындым деді. Кеттік, мен. Тек бір. Бұл жұмыс істемейді. Сіз оны шақырасыз. Әйтпесе қайтадан суып кетеді. Ал ол қазір шыңда болады. Әсіресе уақыты келгенде, мен анамнан тағы бір көшірмесін жасауын сұраймын. Сіз тамақ жедіңіз, менде алаңдайтын ештеңе жоқ. Мен бір нәрсені ұмытып қалдым. Неге алдымен кешкі асқа бармайсың? Сон Хао, Дандан басын жауып қалай ұйықтайды? Денсаулығы нашар Дандан басын жауып қалай ұйықтай алады? Денсаулығы нашар ерлі зайыптылардың туыстары. Дандан қазір жүкті және летаргиялық күйде. Егер біз ақсақал болсақ, кірме, неге ол жерде отырмайсың? О, көрдіңіз бе? Мен онша көп ойламадым. Ха-ха-ха, барыңыз. Егер сіз өзіңізді жақсы ұстасаңыз, мен сізді босатамын. Бірақ сіз айқайлағыңыз келмейді, немесе асқазаныңызды жібермеуге уәде бере аламын. Солай емес пе? Әйелі, мен сені шешемін, бірақ мойынсұнбасаң, білесің бе? Мен сені тыңдаймын. Мені жібер, өтінемін. Мен сені жіберемін. Бірақ сен менің ақша сұрауыммен ынтымақтасуың керек. Егер ол сені жақсы көрсе, барлық ақшаны қара, мен оны жіберемін. Егер сені сүймесең, әкеңнің бұлай айтуының қажеті жоқ. Сен солай ойлайсың ба? Ха-ха-ха-ха. Неліктен осы ыстық күнде сонша көп кию керек? Оның өзі жүкті, денесі әлсіз, денесі соншалықты әлсіз, сондықтан ертең әкем оны сол жерде қоспамен толтырады. Әке, маған бұл қоспаларды сатып алудың қажеті жоқ. Маған тек ақша керек. Көрдіңіз бе? Мен жүктімін. Маған кез келген фильмге ақша керек. Адама, сен маған ақша үшін келдің. Мен мұны істемедім. Ұлы князь Цин, сенің қазір мырза екеніңді кім білмейді? Циннің құдасы, неге сонша ақша алғың келеді? Егер сіз оны өмірге әкелмесеңіз, немесе өлмесеңіз, оны алып, балаларға жібере аласыз. Адан, мен сені көруге соңғы рет келдім. Маған қайта хабарласпа. Бұл Лао Цзының уақытын босқа өткізу, ол келу керек. Сонда ол не жеп жатыр? Сіз мені аштықтан өлтіре алмайсыз. Бұл қария бізге алған ақшамызды көлік пен итке береді. Сондықтан уақыты келгенде серуендеуге болады. Барыңыз. Сен не істеп жатырсың? Мені жібер. Сені жібер, әйтпесе ақшаңды да, барлық акцияларыңды да біздің атымызға сала аласың. Аң армандап жатыр. Бермейсің бе? Бермейсің бе? Ей, бұл ішімдік ішкені үшін жаза емес пе? Ұлыңызды айтпаңыз. 2 тамақтан кейін бәрі жақсы болады. Бар, көмектес оған.
Аң, ий. Мен кеттім, бәрі жақсы. Менің анам дұрыс айтады. Бұл қаншық мүлде адал емес. Ешкім ештеңеге барғысы келмейді. Ешкім ештеңеге барғысы келмейді. Бар, шарлар, сен. Сізге ұнамайды деп айтыңыз. Сіз оны тоқтату үшін маған оянасыз. Қайтадан барыңыз. Егер мен сол күні Сун Хауға уәде берсем, ол өлмес пе еді? Сун Хау жынды. Сен оған уәде берсең де, ол сені жібермейді. Мен оны жақсы тәрбиелеген жоқпын. Оның көкте рухы бар. Ол мені кінәлай ма? Болмайды. Сан отбасы оны уақытында ойша басып тастады. Оның соңғы таңдауы сіз үшін екенін айтпағанда. Соңында сіз күн отбасын мандаринге жібердіңіз. Ол үшін кек алу болып саналады. Мен солай деп үміттенемін. Әке, сізге ақыретте жақсы өмір тілеймін. 爸爸祝你来世投胎个好人家。